Ассаламу алейкум, құрметті қазақ қырғыз бауырлар. Жана Қырғызстаннан жақсы жігіттер видео жіберіп жатыр. Мен бұл сөзімді Қырғызстан президент Атамбаев мырза тыңдайды деген ойда жазып жатырмын. Бізде сөз бар: біреуге тәтті өтірік ұнайды ақ, біреуге ащы шындық шырайлырақ. Шындық келген кезде мен Қырғызстандағы достарым сізді әлі де түсіне алар емеспіз. Қазақ пен қырғыз тарихы ортақ, бауыр халық екен бәрімізге мәлім шығар. Сол ежел кезден бірге қылыш қосып, жоңғарға қарсы соғысқанымыз, ол отан соғысы кезіндегі Панфилов дивизиясы. Қазақ пен қырғыздың балаларынан құралған емес па? Шыңғыс Айтматов ағамыздың қазақ жеріндегі беделін өзіңіз де білетін шығарсыз. Ақсақ қой түстенген маңырай темекші сонша жыл президент бола тұрып, кететін кезде бірінен бірі қыз алып, бауыр болған халықтың ортасына балта салып отырғаныңыз мен үшін әлі түсінікті болмай тұр. Жігіттер, осы видеоны қорытындылай келе, егер әр қазақ, әр қырғыз баласы татулық болсын десе, осындай видеоны жазып, бір-біріміздің достығымызды көрсетейік. Менің ойымша бір жақсы бір денке шығар. Амандықта кездескенше, бауырлар.